Қоғам сан түрлі көзқарастар мен сенімдердің тоғысқан кеңістігі. Ал осы кеңістікте өз орнын іздеген бүгінгі жас қандай? Ол дінді қалай түсінеді? Зайырлықты қалай қабылдайды? Ал ендеше осы тақырып төңірегінде қала жастармен сұхбаттасып көрейік. Кеттік. Саламатсыздар ма? Сіздерге бір-екі сұрақ қойып жүрсек бола ма? Сіздің дінге және зайырлық дегенге қалай түсінесіз? Менің ойымша, дін бұл адамды рухани тазалыққа және жақсы істерге баулайтын сенім жүйесі, ал зайырлық бұл діннен бөлек, яғни мемлекеттің барлық дінге бірдей қарауы, яғни дін бұл адамның өзінің қалауы, шешімі, ал зайырлық бұл мемлекеттің бейтараптығы деп ойлаймын. Мен де осы оймен толықтай келісемін, бірақ мен ойымша дін деген ол адамның Құдайға сенімі мен ғибадат етуі, ал зайырлық ол мемлекеттің діннен бөлініп, барлық дінді бірдей көруі. Керемет, сізге көп рахмет. Ассалаумағалейкум, бауырым. Бір сұрақ қойып жүрсем ма? Сенің дінге және зайырлыққа деген түсінігің? Қазіргі таңда діннің өзіне емес, оның сыртқы атрибуттарына жастар деген көп қызығушылық танытады. Менің ойымша, жастардың көбісі осы діннің ішкі тәрбиесіне көбірек мән беріп, соны түсіну керек. Себебі біз рухани болу үшін және зайырлы мемлекетте, қоғамда өмір сүруіміз үшін осы екі ұғыммен бір үйлесімдікте болуымыз керек. Рахмет. Саламатсыздар ма? Сізбен сұхбаттасып жүрсек бола ма? Болады, әрине. Сіз қай салада жұмыс істейсіз? Мен мектепте мұғаліммін, тарих пәнінен сабақ беремін. Онда сіз осы тақырыптан алыс емес екенсіз. Сізге бір сұрағым бар еді. Сіз мемлекеттің дінге деген көзқарасы? Зайырлы мемлекет дінге қарсы емес, ол барлық дінге бейтарап қарайды және сенім еркіндігін қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстан Конституциясының негізгі қағидаларының бірі. Рахмет. Ал ендеше Ар-Рахман мешітінің ұстазымен сұхбаттасып көрейік. Қазіргі жастардың дінге деген құлшынысы қандай? Қазіргі жастардың дінге деген құлшынысы меніңше өте жоғары. Себебі біз бұны жастардың қазіргі уақытта мешітке өте көптеп келуінен көреміз. Және сонымен қатар әртүрлі діни мәселелерде сұрақ сұрап жатады. Не нәрсе адал, не нәрсе адам арам деген сияқты сұрақтар сұрап жатады. Бұл жастардың дінге деген құлшынысы өте жоғары екендігін көруге болады. Және бұл нәрсе, бұл негізі меніңше болашақта жастарға өте жақсы пайдасын тигізеді деген үміттемін. Себебі адал мен арамды үйреніп өскен жас болашақта елімізге, жерімізге өз игілігін пайдасын тигізеді деген үміттемін. Біз тәуелсіз елдің білімді, рухани, мәдениетті жастары. Біз үшін дін тәрбие бастауы, зайырлық, таңдау мен еркіндіктің кепілі. Біз осы екі құндылықты тең ұстаған ұрпақпыз.